Цифрлық трансформация. Жасанды интеллектіні дамытуға бағытталған кешенді шараларды іске асыру аясында Қазақстанда Industrial AI Accelerator жобасы іске қосылды. Бұл экономиканың негізгі салаларына жасанды интеллект шешімдерін енгізуге бағытталған акселерациялық бағдарлама. Ол командаларды іріктеу мен оқытудан бастап, салалық бағыттар бойынша пилоттық жобаларды сүйемелдеу және іске қосуға дейінгі барлық кезеңді қамтиды. Мақсат озық технологияларды пайдалана отырып, салаларды трансформациялау. Бірінші кезең тау-кен өнеркәсібі, энергетика, мұнай өндіру, медицина, қаржы және мемлекеттік секторды қамтыды. 116 өтінім қабылданды, 32 компания іріктеуден өтіп, акселерация бағдарламасын сәтті аяқтады. Түрлі салада 27 пилоттық жоба іске қосылды. Қатысушылар пилоттық жобаны іске асырып, халықаралық сарапшылардың қолдауына ие болады. Шешімдерін демо-дейде корпоративтік және мемлекеттік тапсырыс берушілер алдында ұсынып, жобаларын Қазақстанда және шетелде іске асыруға мүмкіндік алады. Жобаға жасанды интеллектінің көмегімен Қазақстан экономикасын трансформациялауға дайын стартаптар мен компаниялар қатысады. Ролик Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.